Қараңғылықта бір ғана шамның жарығы жолылық беретін секілді, біздің тобымыздың аты Үміт шамы. Үміт шамы деп қоюымыздың басты себебі қазақ журналистикасының жарық жұлдызы Бейсен Құранбектің «Үміт шамын сөндірме» деген сөзінен қанат алдық. Шыны керек, не айтарымды білмеймін. Толқып жүрмін. Команда капитаны болған соң ба, команда алдында жауапкершілігім көп болып тұр. Біреуге қайырымдылық жасау оңай болуы мүмкін, бірақ бізге қайырымдылық жасау үшін көп деген уақыт қажет болды. Көп уақыт терімізді төктік, бірақ біз өз қорқынышымызды жеңе білдік. Мен әлеуметтік педагогика мамандығының бірінші курс студентімін. Біздің мамандығымыздың басты мақсаты адамдарға, әсіресе балаларға, жасөспірімдерге қолдау көрсету, қиындықтан шығуға көмектесу. Үміт шамы жобасы осы мақсатпен тікелей байланыста. Бұл жоба арқылы біз үміт сыйлауды, мейірім таратуды, жан жылуын бағалауды көздейміз. Үміт шамы жобасының мақсаты адамдардың жүрегінен жаңа дем, жаңа үміт сыйлау. Бұл жоба біз үшін жай іс-шара емес, біреудің өміріне кішкентай өзгеріс әкелетін мүмкіндік. Әр адамда қиын сәт болады, біреу үмітін жоғалтады, біреу жолын таппай жүреді. Осындай кезде қолдау, түсіністік қажет. Біз де сол қолдауды көрсетуге тырысамыз. Кейде бір жылы сөз тұтас бір тағдырды өзгерте алады. Үміт шамы сенім мен мейірімнің нышаны. Біз осы шамды жағып жүректерге жеткізуге келдік. Кішкентай әрекет үлкен жүректерде жаңа тыныс сыйлайды. Үміт шамы жобасы біздің жүрегімізге жақын себеппен басталды. Оған шабыт берген, адамдарға үміт сыйлауды өмірлік миссиясына айналдырған Бейсен Құранбек ағамыз. Ол кісі әр сөзінде, әр ісінде жақсылықтың жарығын жақты. Біз соны жалғастыруды өз парызымыз деп білеміз. Біз әр түрлі болсақ та, жүрегіміз бір, ол жақсылыққа сенеді. Егер әр адам бір кішкентай жарық жақса, әлем қараңғылықтан қорықпайды. Мүмкін бүгінгі сөзіміз біреуге демеу болар, біреуге үміт сыйлар. Бірақ ең маңыздысы жақсылықты бірге таратқанда ғана оның күші артады. Біз жобамызға үміт шамы атауын жайдан-жай таңдаған жоқпыз. Өмірде әр адам бір сәт жарық іздейді. Қиындықта, жалғыздықта, өз орнын таппай жүрген кезде. Сол жарық кішкентай ғана үміт. Шамның жарығы әлсіз көрінгенімен қараңғыда ең күшті нұр. Біз осы жобамен әр жүрекке дәл солай жарық сыйлағымыз келеді. Өмір сынаса да үмітін сөндірмеген адам жеңілмейді.